Сәлем достар, сіздерге бүгін өте күшті қытырлақ болып шығатын пирожкидің құрамын таныстырғым келіп отыр. Ол үшін ең алдымен менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менен жаңа рецептер шыққан қаласаңыздар. Ең әуелі 150 мл суымызды алып, оған 150 мл сүтімізді екеуін араластырып құямыз ыдысқа. Одан соң 2 шай қасық қантымызды саламыз. Сосын 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Содан кейін 1 шай қасық балғын, яғни свежий дрожж ашытқымыз, яғни ол ашытқыға байланысты барлық нәрсе. 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. Сөйтіп араластырамыз. Араластырып, одан кейін 50 мл ерітілген сары майымызды құямыз. Сонымен барлығын осылай араластырып, қамыр илеуге дайындаймыз. Алдын ала електен өткізілген ұнды осылай шетінен салып отырасыздар. Барлығын бірге салмайсыздар, шетінен салып осылай взбивалканың көмегімен араластырасыздар. Жақсы жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Кішкене шемішкі май құйып алып, артынан бастырып жіберсеңіздер болады. Осылай қамырымызды көтерілуге дайындап қоямыз. Бетін жауып. Содан соң ішіне начинкасын дайындаймыз. Ол үшін мен картошка жуа алдым. Әркім өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Ең алдымен картошкамды аршып, оны жуғаннан кейін турап осылай қайнатып пісіріп алдым газға. Содан кейін жуамды осылай баяу отта май құйып тапаға қызартып қуырып аламыз жуаны. Тұз саламыз кішкене. Қызарғанша жуамызды қуырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша тұз салыңыздар. Содан соң дайын болған картошкамызды осылай езіп, менде картошка езетін болмағасын шанышқының көмегімен ездім. Сосын үстіне осылай пияздарыңызды саласыздар. Бұрыш, қара бұрыш, кішкене 4-5 шай қасық сүт, сосын тұз салып дәміне қарай осылай жасайсыздар. Бұл ішінің начинкасы дайын болды. Енді көтерілген қамырымызды алып, осылай қайтарып илейсіздер да, осылай тақтайдың бетіне, немесе пленканың бетіне осылай мен сияқты бөліп қоясыздар 2-ге, 3-ге. Сөйтіп кішкене ұнмен қолға жабыспайтындай осылай қамыр істеп аласыздар. Оны осылай 10 шақты бөлікке бөліп, домалатып, пирожкиге дайындаймыз. Алақанымызға салып, домалатып, сәл-пәл бір 5-10 минуттай көтерілуге осылай қойып қоясыздар. Бетін пищевой пленкамен немесе кәдімгі салафанмен жабуға болады. Кішкене көтертіп, осылай қоясыздар дөңгелетіп. Салафаннан алып, шетінен қамырдың негізгі шет жақтарын жұқалайсыздар да, ортасы шамалы қалың болғаны дұрыс. Начинкасын салып, жиегін бүгерде мұқият болыңыздар. Майға салғанда ашылып кетпейтіндей болу керек жиегі. Осылай етіп пирожкиді жасап аласыздар. Содан кейін жиегін басып мен
көбіне ортасын қалыңайтамын. Өйстіп пирожкиімізді кішкене 5-10 минут көтерілдіріп қоямыз. Майымызды одан кейін майымызды қыздыра береміз тапада. Қызған майға пирожкиімізді саламыз осылай. Бір тапаға менде 3-ден кетті. Әркім өз қалауларыңызша 3-4-ден сала берсеңіздер болады. Екі жағын қызартып тұрып қуырып аласыздар. Шамалы баяулау қыласыздар отты. Қатты болып кетіп піспей қалмасын пирожкилеріңіз. Өте дәмді, ерекше пирожки жеді. Балалар бір неге жеп қойды, бір шайдың үстінде.